Бәріне бүгін сендер еркек лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырыпта бізде қызбен қалай ұялмай сөйлесу және тоқтамай сөйлесу. Тоқтамай сөйлеу үшін бізге негізгі жаттығулар жасау керек. Өйткені көптеген жігіттер кездескен кезде телефонмен сөйлесіп алады да жігіттер. Ал кездескен кезде айтатын еш нәрсе жоқ, үндемей бір-біріне қарап отырады. Содан айырылу үшін не істеу керек? Сол жаттығу жасау керек. Қандай жаттығу? Қазір мен сендерге толығымен түсіндіріп берем. Ол жаттығудың аты предогенератор деп аталады. Предогенератор деген ол тоқтамай сөйлеу. Тоқтамай сөйлеу нақты бір нәрсе емес, ол жан-жақты барлық не көреміз соның бәрін айту. Оны предогенератор дейді. Предогенератор дегеніміз ол сол. Негізгі жаттығуды қалай жасау керек? 3 минуттан біз мысалы бөлмеде болсын, офисте болсын, жұмыста болсаңыздар, сол жаттығуды жасауға болады. Отырамыз, мысалы, бос уақытта отырамыз. Отырып, бөлмеде, офисте болсын, қай жақта болсақ та отырамыз. Сол жерде бізде заттар тұрады, заттар. Стол, тарелке, салат, нан, потолок, телевизор, көп заттар тұрады да. Соны біз тоқтамай айту керекпіз 3 минут. Қандай зат бар офисте, сіздердің бөлмелеріңізде, сол кезде сендердің ойларыңда автоматты түрде жаттығу жасала бастайды. Сол кезде сендер қыздарға барсаңдар, кездесуге, свиданияға не айтам деп ойлап жүрмейсіңдер. Автоматты түрде сендер мысалы қызбен отырасыңдар, қыз бір заказ бересіңдер, мысалы пицца туралы айтып кетесің, ол туралы айтып кетесің, киімі туралы айтып кетесің. Көп сөйлейтін сөздер көп болады да сол кезде. Тек бір-бірлеріңе қақайып, қарап, етіп отырмайсыңдар. Сөйтіп отырсаңдар, онда екінші рет қыз кездеспей қояды. Қандай біртүрлі бала екен, сөйлемейтін ұялшақ деп. Сондықтан жігіттер жазып алыңдар қағазға. Предогенератор. Бірінші ол жаттығулары 3 минут орындалады. Қасымызда тұрған заттарды тоқтамай айту. Мысалы, 3 минут бойы айтып шығамыз. Қандай заттар? Телевизор, стол, салат, тарелке, шәугім, шыны, сосын сондай ағаш, бірнәрсе там көп қой заттар негізі. Бөлмеге қарасақ, көп заттар көреміз. Соны 3 минут тоқтамай айту. Тоқтамай айту. Екіншіден бізде сол заттар неден тұрады? Сол туралы 3 минут айтамыз. Мысалы, стол дейміз, стол неден тұрады? Ағаштан, ішінде опилкасы бар, клейі бар, мындай. Сол зат туралы ішінде неден құрастырылған, сол туралы айтып кетеміз. Әр зат, мысалы, нан болсын, нан бидай ішіне дрожь ішіне судың ішіне бірнәрсе, сода, сөйтіп кетеміз, иә? Сөйтіп. Мысалы, шәугім, темір ішіне металл, алюминий, сөйтіп айтып кетеміз. Әр зат туралы описание жасаймыз. Кім түсінбейді? Описание, сол туралы айтып кетеміз. Сол неден құралған. Так, үшінші жаттығу. Сендерді сол зат қалай байланыстырады? Мысалы, қалай байланыстырады сендерді? Мысалы, мен орындықта отырмын, орындық қандай, жұмсақ, маған ыңғайлы отыруға, өте ыңғайлы, артпен алдына еңкейеді орындық деп сөйтіп айтамыз. Телевизор, мен телевизор күнде көремін, телевизор ішінде жаңалықтар болады, сол светной, күшті, көруге жақсы, ыңғайлы, көз ауыртпайды деп сөйтіп сол өзімізді байланыстырамыз сол затқа.
Үшінші жаттығу өзімізді байланыстырамыз сол затқа. Сөйтіп 3 минуттен 3 жаттығу жасаймыз. Төртінші жаттығу сендердің оқиғаларың немесе біреудің оқиғасы сол затпен байланысты. Мысалы, телевизор көріп жатасың, менің досымда осындай телевизор бар еді, ол кезінде аншаншы жылы алған еді, ол магазинде анша тұрған, сол үйіне мен әкеп тастағам сол телевизор деп сөйтіп байланыстырып тоқтамай айту керек. Өйткені өзің туралы көп айтпау керек, біреу туралы көп айту керек. Өйткені қызбен свиданияда кездесуде отырғанда қыз туралы айта бастайсың да, сол кезде тоқтамай айтудың сол себептері. Мысалы, қыз отырады, о, сенің курткаң әдемі екен, мен кезінде осындай көрген, мен үлкен тәтеме осындай алып беріп едім, сен қай жақтан алдың, сөйтіп тоқтамай әдістерін көптеген заттар туралы айтса болады. Так, төртінші жаттығу кепті. Енді бізде эмоция туралы айтамыз. Эмоционально айтамыз, эмоция. Мысалы, андай үстел қандай тамаша, отырғанда ыңғайлы, ағашы, жұмсақ, өте күшті деп эмоциялар айтамыз, эмоциямен айтамыз. Қызға келгенде соны біз қайталаймыз. Жігіттер бәрін жаттаңдар, ол бәрі зерттелген нәрсе, ол ғылыми түрде нәрсе, сол үшін бәрін ерінбей жаттаңдар. Көбісі білмейді, қалай сөйлесу, не туралы сөйлесу, свиданияда отырып қайтады, бір-біріне қарап, сол KFC-лерін жеп, пиццаларын жеп, сосын өкінеді. Не үшін маған қыз звондамады, не үшін телефонды алмайды деп. Сол себепті алмайды, жігіттер. Сендер қызық емессіңдер оған. Телефонмен бәрі батыр. Өмірде қоян тышқан деп па. Даш кеттік. Так, негізгі сол жігіттер 5 жаттығу. Біріншісі, зат туралы айтамыз, зат. Екінші, зат неден құралған. Үшінші, ол затпен қалай байланыстасың, мысалы, сен мен заттың арасында байланыс. Төртіншіден, ойлап табу, досың туралы ма, біреу туралы ма, сол затты қалай байланысқанын, сол заттың байланысы барлығын. Бесінші, эмоциялай түрде айтамыз соны. Сол негізгі бүгінгі тақырып предогенератор деп аталады. Тоқтамай сөйлеу. Және де сендерге үй тапсырмасы, жігіттер. Далада жақындаймыз предогенератормен. Қалайсың, сенің курткаң әдемі екен, бүгін магазиннен, кеше магазиннен мен тәтем алып береді, сен қаншаға сол куртканы алдың? Өте күшті сенде тұр, джинси андай екен, аяқ киімің андай екен деп қыздарға жақындап тоқтамай сөйлейміз. Танысудың қажеті жоқ, тек қана тілді дамытамыз. Әдемі қызға жақындаймыз, қандай сенің шашың әдемі екен, немен боядың, қандай цветпен боядың, күшті, сен курткаң андай екен, көп қой сөздер айтатын. Соны айтамыз өзі, қыз сендерге қызығушылығы көбейеді. Танысуға бола ма деп қақиып тұрмыз қасына келіп. Сәлем, привет. Вот сенің шашың әдемі екен дейміз да, шашына қолмен кішкене жүргіземіз да. Айтамыз, немен боядың? Мен негізі парикмахер, ойдан құрастырар едім, жігіттер. Мен парикмахер едім, ондай шашты әлі көрмеппін, сенден өте әдемі екен, андай екен деп шашын етеміз да. Өзін емес, сен жақсы екенсің, түсінбей қалды, сосын шашына, сосын киіміне айтамыз. Мысалы, киімін айтасыз, мен стилист болып жұмыс істеуші едім, ондай стильный киіп жүрген қызды әлі көрмеппін дейсің да. Сенің вкусың бар екен, қарындас дейсің да, сосын киімдерін описание етесіңдер. Солай үй тапсырмасы, жігіттер, далада жақындаймыз, әдемі қыздарға жақындаймыз, танысамыз. Әлі талай видео болады, подписка жасаймыз, тіркелеміз. Жақсы, кездесейік.